Яндекс.Го мен 2500 теңге қалай эконом жасауды көрсететін боламын. Ол үшін Яндекс.Гоға кіреміз. Сосын еда деген бар ғой, еда дегенді басамыз. Осы жерде мысалы ресторанға кіреміз. Қажетті, кез келген нәрсе, қажетті нәрсені. Сушиді алайық. Сушини заказ етеміз мысалға. Суши Фокс мысал үшін. Бізге 5000 теңгеден жоғары болу керек та промокодты қолдану үшін. Мына роллды алдық, добавить. Сосын мысалға және мына осыны алайық. Добавить дедік. Енді 7900 бір нәрсе болып тұр ғой, міне заказ қыламыз. Мінекей, кола қоссаңыз болады тағы. Қажет нәрсенің бәрін қосасыз ғой әйтеуір. Сосын далее басасыз. Енді міне сарыарқа өзіміздің адресті жазамыз да. Этаж пәленше дей салайық. Мінекей, оплатить бастыңыз ғой, қараңыз. Оплатить, мынаға добавить картаны басасыз. Енді мысалға осы жерге промокод дегенді басасыз, қараңыз. Бастамын р-ет рет 2 жытым еді. Осылай жазасыз. Рет 2 жытым, мінекей дұрыс. Применить басасыз. Көрдіңіз ба, уже сізде бағана 7949 теңгенің орнына 5449 теңге төлейтін боласыз. Және сіздерге скидка 2500 теңге болады. Оплатить етесіз, жаңа келе береді ғой заказыңыз. Заказыңызды алып, ас болсын құдай қаласа. Пайдаланыңыздар, промокодты. Аман болыңыздар.